жатқан бізге өтініш айтқан екен. Мен өзім мына сол жақтан, шығыстан еліміздің Абай ауданынан, ол жердегі Саржал ауылынанмын. 10 шақты кітаптың авторымын. 7-8 пьесам бар. Жарық көргені бар, жарық көрмегені бар. 3 кітап сыйлайын деп отырмын қолымдағы. Бірінші, өткен жылы Абай атамыздың 175 жылдығы тойланды. Абай атамыздың ең алғашқы ұстазы Байгөкше деген ақын. Біз сол кісінің ұрпағы болып келеміз. Бұл кісінің өлеңдері сақталмаған. Соны жинақтап, мен Семейде Егемен Қазақстанның тілшісі болдым 25 жыл. Сол жердегі Шәкәрім мемлекеттік университетінің қолдауымен Тәуәрік деген атпен осыдан 10 шақты жыл бұрын шығарғанбыз. Қолға тиген архивтен қарап, осы кітапты берейін деп отырмын. Екінші, жаңа Абайдың 175 жылдығы деп отырмыз ғой. Қайым Мұхамедханов деген абыз азамат ұстазды бүкіл Семей, Шығыс Қазақстанға емес, Қазақстан жұртшылығы жақсы біледі. Өйткені бұл кісі белгілі абайтанушы ғалым. Абайдың жаңағы ақындық мектебін зерттеген, Абай өлеңдерінің текстологиясын төне жеткізе зерттеген осы кісі. Үшіншіден деп айтсақ, бұл кісі кешегі 50 жыл өзіміз жаттап өскен Қазақстанның ән авторы, ән ұранының авторы. Төртіншіден бұл кісі белгілі драматург. Абайдың 150 жылдығы, 100 жылдығынан бастап 125 жылдығы, 150 жылдығы бәрінің басқасында болған адам. 88 жасында өмірден озды. Сол кісіге арналған кітабым шықты былтыр. Ер қазақ деген атпен. Үшінші кітап, 10 шақты кітабымыз бар деген, қолда жоқ қазір. Үшінші кітап, Жәнібек Кәрменов деген әнші, Абай танушы, небәрі 43 жасында жол апатынан қарсы қайтыс болды, өмірден озып кетті. Бұл менің жолдасым, жерлесім, бір жылдың, бір айдың тумасы едік. Бұл осы екеумізде осыдан 2 жыл бұрын жетіске келдік. Сол 70 жылдан орай шығардым. Астанада Полент баспасына шықты. Екіншіден жаңағы сіздер білесіздер, мәтел сияқты болып кеткен сөз бар. Жарасқан Әбдірашевтің Жәнібек ән салады, Ақселеу тамсанады деген. Сол замандан 80-ші жылдардың ортасынан бастап алдыңғы толқын біледі. Ақселеу Сейдімбекұлының қазақ телевидениесінен қанша әннің тарихы, оның авторлары жөнінде керемет хабарлар жүргізді ғой. Соған байланысты жаңағы кімнің шығарған сөзі жаңағы. Жәнібек ән салады, Ақселеу тамсанады. Осыны Жәнібек ән салады деген алғашқы шумағымен жаңағы пьеса жазған, ол Семейдің Абай атындағы облыстық драма театрында қойылды. Бұл жаңа Абайдың досы Ерболдың ұрпағы болып келеді. Осы үш кітабымды сыйлаймын.